Баршаларыңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге бүгін Ардақ. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздердің барлықтарыңыз білетін сельдь под шубой салатын жасайтын боламын. Бұл салаттың жасалу жолы өте оңай және қарапайым, бірақ дәмі өте дәмді, сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Ол үшін бізге осындай ыдыстағы сельдь балығы керек болады, және қызылша, сәбіз, жұмыртқа, картоп, менде барлығы асылған және майонез қажет болады. Енді осы ыдысымызға қызылшамызды үккіштен өткізіп аламыз. Міне, біздің қызылшамыз дайын. Келесі жұмыртқамызды да үккіштен өткіземіз. Осылайша барлығын үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Келесі сәбізімізді өткіземіз. Сәбізіміз де дайын болды. Енді келесі картопымызды үккіштен өткізіп аламыз. Соңында балығымызды майдалап турап аламыз. Біз барлығын дайындап алдық. Енді ыдысымызға осындай салат жапырағын жаямыз. Енді бұл өз қалауларыңыз бойынша. Бұны салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Менде осындай кальцо, осы кальцоға жинайтын боламын. Сол кезде біздің салатымыз әдемі және биік болып шығады. Ең әуелі картопымызды саламыз. Содан кейін майонез жағамыз. Әрі қарай екінші балығымызды саламыз. Қасықпен әдемілеп шайып шығамыз. Осының үстіне келесі сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді қасықпен әдемілеп тегістеп шайып шығамыз. Содан кейін үстіне майонез жағамыз. Міндетті түрде әр слойға майонез жағып отырыңыздар. Сол кезде сіздердің салаттарыңыз өте дәмді және сочный болып шығады. Әрі қарай жұмыртқамызды саламыз. Оны да жақсылап тегістеп жайып шығамыз. Оның үстіне майонез жағамыз тағы да. Енді оның үстіне картопымызды саламыз. Жақсылап қасықпен жайып аламыз, тегістеп. Бетіне тұз себеміз. Әрі қарай майонез саламыз. Майонезімізді жайып аламыз. Енді осының үстіне ең соңында барып қызылшамызды саламыз. Әдемілеп қасықпен тегістейміз. Мінекей достар, біздің салатымыз дайын болды. Бірден кальцодан шығармаймыз. Шамалы уақыт өткеннен кейін барып шешіп аламыз.
Мінекей достар, біздің салатымыз осындай болып шықты. Енді өз қалауларыңыз бойынша бетін әсемдесеңіздер болады. Мен осылайша көк жуамен әдемілеп әсемдедім. Бұл салат ешқашан ұмытылмайтын салаттардың бірі десем де болады. Бала кезімізден жеп келе жатқан салаттардың бірі, әсіресе мейрам күндері біздің дастархандарымызда, барлық дастархандарда тұратын салаттардың бірі. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Мінекей достар, біздің салатымыз өте дәмді әрі сочный болып шыққан. Егер де менің видео рецепттерім ұнап, көңілдеріңізден шығып жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен де бөлісіп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған ардақ, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.